Еліміздің бас арнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман, армысыздар. Әлем нарығына сәйкесінше жаһандық экономикаға әсер етіп жатқан мұнай бағасы $20 дейін түспей тұрғанда, қара алтын өндірісіне тиімсіз өндіруші елдер шикізат нарығынан бір жолата кетуі керек. Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Аль-Наймиттің айтқан сөзі дүниені шарлап жүр. Уәзір не айтты дейсіз ғой? Әлем экономикасына әсер етіп жатқан мұнай бағасы $20 дейін төмендемей тұрғанда, өз өндірісінен зардап шегетіндер шикізат нарығын түпкілікті босату керек. Бұл Али Аль-Наймиттің сөзі. Және Сауд Арабиясы өз өндіретін мұнай көлемін сол қалпында ұстап тұрады. Тек жағдай біршама оңалғанша мұнай өнімін уақытша тоқтатуы мүмкін екенін ескертті. Демек, мұнай құны тағы да төмендеуі тиіс. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының бас хатшысының пікірінше, шикізат нарығындағы дүрбелең қосымша 5-6 миллион баррель мұнайдан басталғанды. Енді бағаның төмендеуі бек мүмкін. Осы мәлімдемелерден кейін мұнай арзандап, қазір бренттің баррелі $32.92 шамасында саудаланса, Американың жеңіл мұнайы $31.34 тұрады. Кез келген мәлімдемеге селк ете қалатын нарық емес пе? Мұнайды кең көлемде экспорттаушылар мәлімдемесі Американың ең басты биржасы Уолл-стриттегі саудаға да әсер етті. Табысқа кенелгендер аз, ақш-тың негізгі индекстері 1%-ға түсті, ал шикізатқа тікелей қатысы бар салада 4%-дық құлдырау болды. Энергетикалық S&P 500 бірден 3,2%-ға құнсызданып отыр. Биыл әлем қор нарығындағы ахуал бағасы 100 құбылған мұнайға байланысты болды. Американың ірі қаржы орталығы JP Morganның акцияларда 4,2% арзандаған. Goldman Sachs сарапшысы Ричард Рэмсденнің айтуынша, биылғы жылдың алғашқы 90-ын биржа тарихындағы ең сәтсіз уақыт деп атауға болады. Бұл туралы шетелдік басылымдар ақпарат таратуда. Маман жылдық есеппен нарықтағы өсім 15%-ға түсетінін болжап отыр. Шенгеннің шеті сөгілді. Бельгия, Франция мен батыс Фландрия өңіріндегі шекарасына бақылау қойды. Мұндай қадамға Фландрия жерінен келетін босқындарды тоқтату үшін барып отырмыз дейді. Жергілікті провинция губернаторы Карл де Кальювеннің өтінішін мақұлдап, ел билігі аймаққа 300-дей полиция өкілдерін жіберген. Мемлекеттің ішкі істер министрі Ян Жамбонның айтуынша, шекарадағы уақытша бақылау Шенген келісіміне сәйкес заңсыздыққа жол берілмей жүзеге асырылуда. Құжатта ерекше жағдайда 3 ай немесе одан да көп мерзімге елдер арасында уағдаласқан бақылау енгізуге болады, деді министр. Естеріңізде болса, Францияның Паде-Кале префектурасынан босқындарды лагерден шығару шараларын бастап, істі 23 ақпанда аяқтау керек еді. Алайда құжаттарды рәсімдеуге қатысты мәселелер салдарынан кейінге қалған. Біз Калидегі жағдайдан хабардармыз. Демек, мыңдаған мигрант біздің елге қарай жылжиды. Шекараны заңсыз өткендердің алғашқы 32-сі Адинкерке қаласында қолға түсті. Жерімізде екінші Кали лагерінің пайда болуын қаламаймыз. Бельгиядан пана сұраушылардың өтініштері Брюссельдегі көші-қон орталығына жіберіледі. Ал өзге елге жетемін деушілер мемлекетімізден тез арада кету керек. Шекарадағы бақылаудың күшеюі туралы Еурокомиссияға мәлім еттік. Енді еліміздегі жаңалықтарға келсек, Өскемендегі автокөлік жасау зауыты экспорт көлемін көбейтеді. Қазақстанда құралған автокөліктер орталық Азия елдері нарығына шығарылады. 2020 жылға қарай тек Қырғыз Республикасы мен Тәжікстан және Моңғолия мемлекеттеріне 60 мың көлік жөнелтілмек. Бұл елдердің автокөлік қауымдастығы өкілдері мен зауыт басшылары арасында сату және сатып алу туралы меморандумға қол қойылды. Қазірдің өзінде Ресейдің 11 қаласында Қазақстанда жасалған автокөліктер сатылып жатыр. Ал бұл бағыттағы жұмыстарды еселеу үшін елімізде толық қуатта көлік құрастыратын ең ірі зауыт Өскеменде салынуда. Алып кәсіпорын іске қосылған соң жылына әртүрлі маркада 120 мыңға жуық автокөлік шығарылмақ. Зауытта 10 мың адам тұрақты жұмысқа орналасады деп күтілуде. Экспорт готовой продукции. Экспортқа қандай тауар шығарсаң да сапасына бағасы сай болуы шарт. Автокөлікте солай. Ал елімізде отандық материалдан және өз мамандарымыздың қолымен жасалған көлікті шетке шығару, сату біз үшін өте тиімді. Бағасы да ішкі нарықпен салыстырғанда едәуір жоғары болады. Сыр елінде тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай ерекше шара өтті. Қала тұрғындарына тәуелсіздік елімнің
ерлік жол атты сурет көрмесі ұсынылды. Қазақ елі үшін маңызды тарихтың әр сәтін ұзақ уақытқа тоқтата білген қылғалам шеберлері өз туындылары арқылы егемендіктің айшықты тұстарын бейнелі жеткізген. Сырбойлықтар назарына 40 шақты картиналар қойылып, мән маңызы, өзіндік әсері жөнінде әңгімеленді. Көркем сурет шарасы мәңгілік мәртебесі тәуелсіздік атты театрландырылған қойылымдардың облыстық байқауына ұласты. Аймақтық сайыста 8 мәдени ұжым шеберлік сынасты. Сахна шеберлері тәуелсіздік жолында жүріп өткен қилы замандарды 7 минуттық прологқа сыйғызуға тырысты. Сондай-ақ қойылым барысында еліміздің ширек ғасырдағы мәдени рухани тарихи құндылықтары көркем сценарийге ұштастырылды. Туа бітті мүгедектік дертке шалдыққан балаларды оқыту үшін ақтөбелік жас мамандар шетелден тәлім алады. Жоғары білімі бар логопед, дефектологтар Израильде мемлекеттің қолдауымен білімін тегін ұштап келмек. Ақтөбедегі арнайы коррекциялық мектепте қазір 160 бала оқиды. Балғындар мұнда денсаулықтарын қалпына келтіріп, психикасы мен тіл кемістігін түзейді. Ақыл ойының дамуында түрлі дәрежеде ауытқушылығы бар 3 жастан 12 жасқа дейінгі балаларға жан-жақты көмек көрсетіледі. Израильге барып 3 апталық курс оқып білімін жетілдіретін жас маманның бірі Ирина Парай. Ол 5 жылдан бері осында еңбек етеді. Әр баламен жеке жұмыс жасайтын Ирина Израиль мен Қазақстан арасындағы осы бір білім бағдарламасы отандық мамандардың біліктілігін арттыруға маңызды қадам болмақ дейді. Мне интересно изучать опыт передовой зарубежных специалистов. Маған шетелдің озық тәжірибесін білген әрине маңызды. Себебі Израильден тың әдістер үйреніп, балалардың болашағының жарқын болуына септігіміз тиеді деп үміттенемін. Сол арқылы көп көмек бере аламыз және жұмысымызды сапалы атқаруға тырысамыз. Ақтауда қимыл қозғалысы шектеулі жандар да дене тәрбиесінен сырт қалмайды. Қаладағы жаттығу алаңдарының бірінде шыныққан жандар жайында тілшіміз сыр шертеді. Мәдемхан Есмағамбетова 20 жылдан бері кембағал күйде. Бастапқыда үй ішінде ғана жаттығатын. Ол қазір мұндағы темір атаулыны ұршықтай үйіреді. Аптасына 3 рет осында келеді. Оның назары көбіне Италиядан жеткен соңғы үлгідегі шынығатын құрал саймандарда. Фитнес орталығына мен өзім тегін келем. Сағат жарым, 2 сағаттай өзімнің мүмкіншілігіме қарай солай дайындаламын. Ауырған кезде мен балдақпенен, қатты күшпенен, қолға күш түседі, белге күш түседі, арқа еттеріне күш түседі, жүре алмаймын да. Ал мына осыған келіп, осы жерде дайындалғаннан кейін, мен наоборот жеңіл, балдақты просто былай не ретінде, тек сүйеуші ретінде ғана пайдаланамын. Аян Наурызбаевта кембағалдығына қарамастан суда жүзуден спорт шебері. Былтырдан бері бодибилдингке ден қойды. Ауыр темірді көтереді, бұлшықетті шынықтырады. Тіпті ауыр штанганы жатып алып көтеруде сау адамның өзін жолда қалдырады. Мысалына жиындан 80-90 10 подходқа 4-5 подход, 10 реттен 4-5 подходқа. Сау адам қасында көп жүргесін ба, солармен араласып жүргесін ба, өзімді кем көрмеймін ол ешкімнен. У нас люди занимаются порядка 20. Бұқаралық спортты дамытуда елбасының нақты тапсырмасы бар. Бізде 35 мүмкіндігі шектеулі жан тегін жаттығады. Олар үшін бағдарлама жасалған. Шетелдік мамандар келіп арнайы дәріс өткізеді. Сауал мол шара бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында орындалуда. Мемлекеттік субсидияның көмегімен кешен аумағы кеңейіп, жаңадан бірнеше зал ашылған. Мектеп оқушылары, студенттер мен зейнеткерлер үшін түрлі жеңілдіктер де қарастырылған. Қазір орталықта 200-ден астам тұрғын спортпен айналысуда. Талғат Исламұлы, Ринат Дүсәлиев, Ақтаудан. Балқашта мейірімді іс атты қайырымдылық акциясы басталды. Былтыр іске қосылған Балқаш нан зауыты өз дүкендерінде әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандарға ас атасы нанды тегін беруді жолға қойды. Бөлек тұрған сөреден алуыңызға болады. Осылайша нан комбинатының басшылығы да елімізде қолға алынған мейірімді іс шарасына қатысып, мұқтаж жандарға көмек көрсетуде. Жақсыға жақсылық жасауға ұмтылсақ несі айып. Государство хоть и отпустило цены на хлеб. Мемлекет нан бағасын еркін айналымға жібергеніне түсіністікпен қараймыз және жаңа нан зауытының дүкендерінде нанды тегін алуға болатындығы да қуантты. Сөреніңде бөлек тұрғаны дұрыс-ақ, мұқтаж жандар қажетсінсе еш кедергісіз нанды ала алады. Кезекті зейнетақыға дейін қиналып қалатын уақыттар болады. Сондай шақта өзім үшін нағыз көмек болды. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.